Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Құстар бұл бүкіл әлемде өмір сүретін әдемі әрі таңғажайып тіршілік иелері. Олар бір-бірімен дауыс тоны, түсі, көлемімен ерекшеленіп тұрады. Олардың арасында салмағы 150 кг жететін алып африкалық түйеқұстардан бастап, салмағы бірнеше граммнан аспайтын ұсақ түрлеріне дейін бар. Бүгін біз сіздерге осындай ұсақ түрлері жайлы айтатын боламыз. Банан әні әлемдегі ең кішкентай құстардың тізімінде 8-ші орында тұратын бұл таңғажайып құстың ұзындығы бар жоғы 11 см ғана. Олар орталық және де оңтүстік Американың ылғалды ормандарында көптеп кездеседі. Гүлдердің, жемістердің шырынымен және де шағын жәндіктермен қоректенеді. Банан әндерінің көрінісі де ерекше келеді. Артқы жағы сұр, көкірегі мен іші сары, басында қара қалпағы бар, тұмсығы ұзын иілген келеді. Аналық құс жылына 3 жұмыртқадан 2 рет туады. Аталық құс есе орын дайындауға және де балапандарын қоректендіруге көмектеседі. Вертолет цистикола жердегі ең кішкентай құстардың тізімінде 7-ші орында тұратын бұл құстың ұзындығы бар жоғы 10 см ғана. Жерге қонған кезінде жөндерін тікірейтіп, шар тәрізді қалыпқа келеді. Шағын өрмекші, инелік, шегірткі тәрізді жәндіктермен қоректенетіндіктен ауыл шаруашылық жерлерінде, су қоймаларының құрғақ жерлерінде көптеп кездеседі. Жылына 3 жұмыртқадан 2 рет туады. Оны 11 күн басып, 2 апта бойы тамақтандырады. Жасыл шифоға жердегі кішкентай құстардың тізімінде 6-ші орында тұратын бұл құстың ұзындығы 10 см-ге де жетпейді, ал салмағы есе 8 грамм ғана шығады. Орталық Еуропаның аралас қалың ормандарында тұратын бұл құстар өрмекші, инелік секілді кішкентай жәндіктермен қоректенеді. Ағаштардың бұтақтарына салынған көлемі 25 см-дей ғана келетін ұяшықтарында 3 балапанмен бірге еркін тұрады. Бұл құстар еркіндікті қалайтындықтан жұбымен бірге жеке өмір сүреді. Тек жұптасар кездерінде ғана олардың топ болып жүргенін көруге болады. Врен тізімде 5-ші орында тұратын бұл құстың ұзындығы 9 см. Ол солтүстік Америкада, Евразияда, солтүстік Африкада көптеп кездеседі. Бұл құстар ұшқанша жерде жүргенде жөн санайды. Күндіз жалғыз немесе жұбымен бірге жүреді. Түнде барлығы бір жерге жиналып, бір-бірін жылытып ұйықтайды. Үйлерін жерге немесе жерге жақын жерге салғанда жөн санайды. Каралкин жер шарындағы ең кішкентай құстардың бірі саналатын бұл құстың ұзындығы 9 см-ге жетпейді, ал салмағы есе 5-7 грамм. Бұны кейде солтүстіктің калибри деп атайды. Күніне 4 граммға дейін жәндік жейді. Бұл құстардың барлық түрінің бір ерекшелігі бар. Олардың бастарында сары түсті тәждері бар. Оны көтеріп, әрі түсіре алады. Каралтиндердің жұптасу көбею кезінде олардың тамаша әндерін естуге болады. Колибри бұл әлемдегі ең кішкентай құс болып саналады. Оның ұзындығы 6 см-ден аспайды. Салмағы есе 1-2 грамм ғана. Бұл дегеніміз жарты шай қасық судың салмағына тең. Топ болып жүретін бұл құстар тек шығынменен қоректенеді. Ұяшықтарының көлемі де өздері секілді кішкентай 6 см-дей ғана келеді. Колибри күніне 1,5 мыңдай гүлдің шырынын ішіп шығады. Тоқтаусыз 20 сағат бойы ұшып жүре алады. Бұл құстың ұшу жылдамдығы да таңқаларлық. Сағатына 50 км жылдамдықпен ұшады. Достар, видеомыз ұнаған болса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.